Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып May модальді етістігі. Осы May етістігінің сөйлемдегі атқаратын қызметтермен таныссақ. Жалпы May модальді етістігінің беретін мағынасы ол мүмкін болу. Оның бірінші қызметі polite request, яғни біз сыпайы түрде өтініш жасаған кезде осы may сөзін қолдана аламыз. Мысалға, may I come in? Мен кірсем болады ма? Келесі мысалы, may I leave early? Мен ертерек кетсем болады ма? Бұны біз көп жағдайда I және we есімдіктермен бірінші жақта қолдана аламыз. Екінші қызметі future possibility. Біз келер шақта мүмкін болатын іс-әрекеттерді, құбылыстарды немесе процестерді сипаттаған кезде осы may сөзін қолдана аламыз. Мысалға, it may rain tonight. Кешке жаңбыр жауы мүмкін. Келесі мысалы, astronauts may discover life in other planets. Астронавттар басқа планетада өмір бар екендігін анықтау мүмкін. Енді үшінші қызметіне келсек, ол deduction. Біз белгілі бір іс-әрекет туралы, оқиға туралы болжам жасаған кезде осы may сөзін қолдана аламыз. Мысалға, Айнагүл may be working downstairs. Айнагүл төменде жұмыс жасап жатқан болса керек. Ал оның төртінші қызметі wishes. Light-hearted speech. Біз тілек айтып жатқан кезде, өз арман мақсаттарымыз жайлы айтқан кезде осы may сөзін қолдана аламыз. Мысалға, may you live to be 100. Жасыңыз 100-ге жеткенше өмір сүріңіз.